Ассалаумағалейкум достар, сізбен бірге мен Абайжан. Бүгін қалай мен превью жасаймын, қалай видео түсіремін, соның бәрін айтатын боламын. Мен монтаж жасағанда CapCut қолданамын және осы программаны қолданамын. Осы программа атын қарап алыңдар. Монтаж десең шығады обои міне. От кет басқанда мен кірет осылай кірет. Кейбіреулер сұрайды екен мені. Қалай жасайсың деп. Алдында бүгін мен видео түсірдім, сол бір подписчигім сұрады, осы қайма превью жасайсың деп. Осыны қосуды басады. Кірген кезде бір скрин жасап аламын ба, бір фотома бір. Мысалы мен скрин жасап алдым осы неге. Осы скрин жасап алдым, ұтылып қалдым мен. 8-ге шайыртсады. Ұтып тастады. Алғаш подписчик деген аты Кука, ол да видео түсірді. Өзбекстанда тұрады, видео түсіріп жүр ғой. Ол да ютубер болғысы келіп жүр. Осы жақында видео шығарады, ол да видео түсірдім дейді. Салуға превью жасап жүр екен. Превью салып білмейді екен, үйретіп жатырмын балаларға. Білмейтіндерге. Мен жасағанда осылай табамын да, осы скрин жасап алдым осылай. Видем, мына смайлик деген басам. После мен қазір смайликке кірсем, мына видео қап-қараңғы болып қалады, типа қап-қара болып қалады. Кіресіңдер де поиск жазасыңдар, Free Fire дейсіңдер, шығады, любой нәрсе шығады. Не шығады? Комната ма, любой нәрсе. Free Fire не бар, соның бәрі шығады. Бояқ па, андай не бар, көп нәрсе шығады. Мына бассаңдар уже бәрі шығып тұрады. Ал өздерің андай нелерің болса, анау дейтеді. Менің ютубтағы абойым бар істі, Абайжан үстінде қазақтың туы тұр ар жағында. Соны қосқыларың келсе, мысалы, мен сол абойым сондай ғой ютубта. Оны қосу үшін мынаны басасыңдар. Өзіңнің неңді превьюін қосу үшін. Айтеді. Түсініп тұрған барсыңдар. Өздеріңдеріңді. Қазір мен уже дайындап қойдым, оны видеоны 20 минут болды. Обложка жасап қойдым, негізі қазір обложканы көрсетіп жіберейін. Мен оны кетіп тастадым да мен. Қазір. Кетіп тастады деген дұрыс шықпай қалды, кішкене реклама бар енді. Кішкене осылай. Міне мынандайларды қосу үшін, мынандайларды қосу үшін мынаны басасыңдар, мынаны тұрғанды басасыңдар. Мынандай. Сосын тағы не бар? Ана бояқ дегендерді қосу үшін смайлик дегенді басасыңдар, болды. Программаның атын қарап алыңдар. Программа монтаж десең шығады, обои міне. Қосуды басасыңдар, смайлик жасау оңай. Мен қандай неме видео түсірем дегенде, мынада мен түсірем. Негізі осымен түсірген жақсы, өзіме ыңғайлы. Ал мумизим дейін мен түсірген вообще қиын. Вообще графика жоқ қой. FPS жоқ. Осымен түсірген жақсы. Сосын YouTube бастар алдында, сенде YouTube болу керек. Еще бастайтын канал атын өзгертесің ғой. Өзгерткеннен паролін білім көресің. Менде бір қателік болды кезінде каналымда. Мен бір жылдары мен алғашқы каналымды аштым. Сонда мен Майнкрафт түсіріп жүрдім каналымнан. Өзі Майнкрафт атақты болсын ғой. 2 жыл ғана атақты болды. Короче, түсірем. Пранк анау Майнкрафт түсірем. Максимум 50 мыңдай просмотр жинады. Смело 50 жинап алып, 51 жайлап көтеріле берді, жайлап көтерсіз. Мен уже телефон ауыстырғаннан кейін анам паролін білмеймін, не логин білмеймін, дымын білмеймін, короче. Ол кезде құттаймыз ғой, ондай білмейтін, қазір білем. Сендерге айтарым, бірінші YouTube бастар алдында логин парольдерін білу керексіңдер. Логин парольдерінді білу керексіңдер. Сосын каналның атын өзгертіп, смело видео түсіресің. Мана программаны қолданасың, превьюді қоясың.
қойған кезде мына творческий столға кіресіз, бірінші видеоны ютубқа салып ал, сосын барып несін нетесің, короче. Мысалы мен видео шығарғым келеді. Мен қазір жатырмын. Так. Осыны басам, екіншісін тұрғанды. Именно бір қойылғандар бар, қойылмағандар бар. Мысалы, осы 13 просмотр жинаған, 8 сағат болған. Қазір көрсетіп жіберейін. Прибылға қоятын. Менде прибыл дайын негізі. Осыны басам. Қазір осыны басқаннан кейін. Так. Осыны уже міне. Мына жерде ссылка тұр. Ана, короче, Куканың несі. И каналы, короче. Описание салып қойдым. Прибыл қою үшін, короче, мына қайт басасыңдар, ручканың суретін. Қайт басқанда өз шығады сені қандай не, короче. Сондай шығады. Маған басам мен. Мана прибыл қою үшін. Сосын короче, мынаны басам да, мынаны қоям. Сосын укойды басам, мысалы. Отырған укойды басам. И басқаннан кейін уже ат өзгерту керек. Атты негіз қояр алдында, мысалы, немен жазу керек. Ал дейтін аты. Free Fire қазақша решетка деп, мысалы, Абайжан Free Fire қазақша деймін. Мысалы, SNS болды. SNS деп жазамыз, короче. Немен жазу керексің, короче, решеткамен жазсаң жақсы болады. Болды. Соңынан қайтадан атың жазасың. Решеткамен ағылшынша. Сонда көбірекке кіреді. Серьезно. Решеткамен жазсаң жақсы негізі. Сосын прибыл атын дұрыстап қойсаң, сохранить басасың. Сохранить басасың и дайын прибыл. Мен бірақ осы прибылді дұрыстаймын кішкене. Прибылдің мәсісі. Кәші обложкама өз тіліңді өйтіп прибыл дейді. Міне қойылды, ютубқа басқанда өзі прибылің қойылды шығады, короче. Қойылған бар. Так. Едем бұл каналымыз. Поболи. 16 видео міне қойылды. Дайын. Чотам. 13 просмотр, 8 сағат болды. Папа. Мен, короче, атылып қалдым. Мен сіздерге көрсеттім, қалай прибыл жасайтын, немен, қандай сүремін, қандай нәрсемен жасайтынды. Түсінікті ғой, енді көрсеттім, ана сызықтармен көрсеткен нәрселерді істеңіздер. Осы екі программа көп қолданамын, короче. Например, әзірше кішкене дұрыстаймын. Көрем. Сосын видео кіргеннен кейін. Ассалаумағалейкум. Кіргеннен кейін. Астында міне тұрады. Куканың каналы. Подписчигімнің каналы. Қазір кіреміз. Ода да рекке шығып тұрады екен видеолар. 9 видео салып, 21 подписчик бар екен. Қолдап кетіңіздер, давайте. Лайк басып, подпис етіп. Мына каналың көбісі 980 адам қарапты енді. Кіріп, қарап, видеоларын қарапты. Солай. Негізі ютубты бастыра алдында сіз логин, пароль білуің керексіз. Менің үлкен қателігім сол. Кәдімгі Майнкрафт түсіріп, 50 000 просмотр, 40 000 просмотр сымела жететін адам. Просто так телефон ауыстырып, пароль логин ұмытып қалдым. Ал қазір пароль логин білем, бірақ көп видеом рекке шықпайды. Көп болса 700 сондай жинайды. Ең көп жинаған. Сіздерге айтарым, көп жинаңыздар. Көп деп қой.
яғни логин парольдеріңізді біліңіздер деп айтқаным ғой. Сақтап қойыңыздар, жазып қойыңыздар. Сосын екінші творческий стол, сосын превью, монтаж жасайтын нелер жазып алыңыздар. Сосын бір қателік, Free Fire сүріп жүріп, басқа ойын сүру. Типа, басқа ойын сүру. Өте жаман қателік қарса. Арадан өше неңіз шықпайды керек көп. Болды. Ал айтып кеткенімдей, осының бәрін дұрыстап ескеріңіздер. Осыны қараңыздар, істеңіздер. Ал осы видео аяқталды. Енді мен осы 3 программаны қолданатынын айттым. Оның бірінші творческий стол, монтаж жасайтын, видео түсіретін записьті дұрыстап көрсеттім сіздерге деп ойлаймын енді. Міне. ютубтан қараңыздар, қалай ютуб аккаунттың, каналдың паролін өзгертуге болатын. Бәрін дұрыстап қараңыздар. Сосын қағаз жазып қойыңыздар. Оны босқа сіз білмесеңіз қателік өтетін қателік. Осы видео аяқталды. Қазір тағы осы видео салам. Оған превью жасау керек. Екеуіне дұрыстап превью жасасам, молодец. Жесткий кетуі мүмкін. Ал давайте. Ал ескеріңіздер, осы 3 программаны және логин парольдеріңізді өзгертпеңіздер. Менің үлкен қателігім. Ал давайте.